Ендеше бастайық сабақты. Қош келіпсіз. Бірінші әдісіміз, білесіздер, мұғалім, анау сахнаға бару үшін біз жолдан өтуіміз керек. Ол мен мұғалім сұрақ қояды, сіздер жауап берсеңіздер, мен бір адам алға шығып отырмын. Ал бірінші әдебиет не үшін керек бізге? Бұның нақты жауабы жоқ. Айтамыз, бірінші әдебиет тарих деген сөз болды. Абайдың шын аты кім? Абайдың анасы кім? Әжесі кім? Кімді қатты жақсы көрді? Мамасы ма, әжесі ма? Әкесі кім? Ол қандай адам болды? Қазақша? Бай болды, иә, қағаз? Мұқты, адам не болды? Ақыл болды, ей бәрекелді. Тіршілікте құштай бол төзімді деп жатқан аяқмеді. Әлемнің екінші ұстазы Әл-Фараби. Ендеше бүгінгі сабағымызды бастайық. Біз сіздермен бірге бір апта бойы үйренген жоқ кезде абайлардың сіздердің абай ұлы тұлғаның ғылым таппай мақтанба деген өлеңін бастаған екен. Сіздер оны жаттап, тәңкіштер, бәрін айтып, сөздеріңіздің керемет балаларыңызды алып қойыңыздар деп есептейміз. Ал бүгінгі шын сабақтың тақырыбы тәлкек ашамыз. Мүмкін дейді. Шешесі бүгін? Қараша, иә? Студенттерде соған қатысты мақал мәтелдерін жасаңдар да болады. Қандай мақал синоним жасаңдар да болады. Міне орындатып бар. Беріңіз. Бірақ мен оқып беремін, сіздер оған жауап берсеңіздер жеткілікті. Жақсы ғой, иә? Ендеше бірінші мынау экранға сөздер шығады. Сөйтіп, сөздерді 4 топқа бөлуіміз керек. Олар бір сөз ол зат есім болуы мүмкін, сын есім болуы мүмкін. Ал кеттік. Баптан. Бұл қандай? Болымды ма, болымсыз ба? Баптан, я, болымды. Қыз. Зат есім ба, сын есім бе? Мезгіл. Зат есім. Жаман. Сын есім ба, зат есім ба, не бұл? Сын есім. Кішкентай. Сын есім. Дұрыс. Баптан ба? Қандай етістік? Болымды ма, болымсыз? Болымсыз. Жаз. Ерінбе. Болымсыз етістік. Ақым. Зат есім, жарайсыңдар. Күз мезгілі. Зат есім. Зерек.
түсінесің ба жатасың ба? Асық бол. Бол, оны дәресің. Мақтанба. Болымсыз жетістік. Үдел. Жетістік. Шаттанба. Болымсыз жетістік. Жарайсыңдар. Күлме. Жарайсыңдар. Қашық болма. Ал қашық бол десе? Жарайсың. Жақсы. Санесің. Ел. Жарайсың. Ойлап қой. Болымды, иә? Мақтан. Жетістік. Зере. Адамы жалт есім, иә? Абай. Шаттан. Қуан деген. Олым жетістік. Өлең. Зар десін. Ұлы. Ұлы адам. Ой, жарайсыңдар. Асық болма. Ұлжан. Жарайсыңдар, сендерге қазақ тілі бәрін жақсы, бәрін дұрыс орындадыңдар. Ал енді келесі тапсырма. Әттең мынау неден үлкен экраннан көрген кезде көбірек әсерлі болар еді. Абай жыл мезгілдері туралы жазған өлеңдері қандай еді? Сонымен 4 мезгілге де жазып шыққан екені ешқайсысын ренжітпейді. Келесі, Абай бала кезінде қандай болды деп ойлайсыңдар? Зерек, емізек болды, иә? Үлкендер жұмсаса, дереу ғана барып орындайды. Ұялшақта болған. Абай қай тілдерді оқып меңгерген? Өз ана тілі ғой. Тағы? Араб тілі, иә. Ұлы ақын және қазақтың ең бірінші лирик ақын, иә? Және романтик ақын. Енді бір келесі тапсырмаға өтейік. Мен 7-8 тапсырма келген болмыш. Егер жағы қашық болу. Мына сөздер шығады, сендер айтып тұрыңдар. Талап. Асық болайық, ә? Жауапкершілік. Асық. Адамгершілік. Ұстаздарды қадірлемеу. Мынау сурет көріне ма? Табиғаттың суреті, табиғатты аямау. Ол қандай асық? Мынау телевизор көріп жатқан адам, толып кеткен адам. Мақтаншақ. Өсек. Ынсаптылық. Ынсапты адам. Асық. Мынау темекі шегетін адам. Өтірік. Ата-ананы құрметтемеу. Бекер мал шашу. Еңбек. Топқа телміру. Еріншектік. Терең ой болса. Ал мейірімділік. Ойларында амансыз болғанымыз сондай инабатты, ибалы, шәкірт болғаныңа тілектестік білдіремін. Ал енді бізде кішкене серік көрсетіп болсын. Мына қолдарыңыздағы ақпарат. Бұл бірінші беті бұл өлең, иә? Мен әдейі жаздым. Бұнда 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп. Шаршаның ішінде күліп, жылап, бірдеңе деген секілді мінездерін қойды. Кейбіреуі бұл жазылмады. Енді кімге күзді сол бойынша сол өлеңді оқып, реттілікті сақтап, тақтаға шығу керек. Бұнда қатарға тұра береді. Сосын бір нәрсе ойын болады. Иә, бірінші кімдейіз? Ой шуал берсе, ой тоқтатам. Ал, бірінші кім? Ғалым таппай оққанға кімде? Иә, оқып қайтып оқу керек саған. Айтып тұр ғой? Айтып бәрін. Ал, осында тұр ғой, сен маңда. Екінші. Тез. Орын таппай, вақыт таппай. Үшінші. Тез,
Былай тақтаға тұрмын. Мына тақтаға жазамыз қазір. Мен ең артында тұрамын да, бір сөзді жазамыз, бәріміз артқамызға жазып, мынау тақтаға сымсыз телеграмма деген өтеміз. Есте болу керек? Бұл болу керек. Төртінші. Ойнап қосыға білуге келе бар. Келесің. Алтыншы, жетінші, кете берейік. Тез. Тезідеміз, уақыт кетеді. Сен де келеді, шабжан. Сонда сендер бір-біріңе осыны жасау арқылы, мынау бірінші тұрған бала кім? Рамазан, сен тақтаға борды алып, мен жазған сөзді жазасың, иә? Ал кеттік. Ал кеттік, бірінші. Бірінші түсті ма, әлі түскен жоқ па? Кәз, сендер екінші қонақ боласың. Наш уламаймыз. Нет, они не поняли, что делать. Так, вот у нас. А что вы рисовали? Телестоп, снег. Ага, я говорю, тоже нужно выйти. Ал енді әдебиетте бізге беріліп тұрған тақырып абай болғаннан кейін қазақтың әдебиет бойынша ең жоғарғы биікте тұрған кісіні оқып жатып, абай туралы білмей кетіміз. Сіздер абай туралы жақсы білдіңіздер деп ойлаймын. Көп нәрсені қайталадық, көп нәрсені үйрендік. Енді сол үйренген нәрсемізді өзіміздің жанымыздан қиял ретінде сөз қылып шығару үшін әдебиет бізге соны үйретеді. Әдебиет бізге адам тануды үйретеді. Сонымен енді абайды біз түсінгендей болып, абай қандай қазақтың баласын көргісі келеді деген эссе жазамыз, иә? Жүрсін той. Абай қандай қазақ баласын көргісі келеді? Иә, бұл 100 сөз жетеді. Ал кет, бұл таңызды қандай көрсетпе беріп болған. Математика это вообще ничего, да? Бірінші сұрақ. Абай Құнанбаевтың Құлыптан аудармаға мысал көрсетіңіз. Ала ойлар күлкімен қарға шортан шаян һәм аққу. Бұны шортанды күлкімен Ахмет жазды, иә? Келесі сұрақ. Сұрақтар негізі оқылмайды.
Абай Құнанбаевтың жары әйгерімнің ішінесі кім білесіңдер ма? Еркежан, Тоғжан, Шүкірман, Ділдә. Қайсысы? Бірінші әйел. Шүкірман. Аты Шүкірман болған соң, болмай Абайға ол әйгерімді өзгертті. Биыл Абай Құнанбаевтың қанша жылы тойланды? 178. Қайсыңдар? Келесі. Абайға қысқа ертегі аңыз әңгіме оқып берген кім? Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті қай қалада орналасқан? Қай қала? Алматыда орналасқан. Қанша томнан тұрады? 4 томнан тұрады. Абайдың туған күні қай күн туды? 10-шы тамыз. Жақсы. Үй жұмысы белгілі болды. Тапсырмаларды орындадық. Ендеше сіздерге берілген парақтың атына бүгінгі сабақ туралы пікірлеріңізді, ойларыңызды білдіріңіздер. Бірінші біз білім жетістігі бойынша бүгін бір нәрсе үйренген болсақ, ол бірінші басталды. Онда оған біз бір рет аяқты тартылатамыз. Екінші нәрсе, бүгін бір нәрсені үйретіп кеттік. Жақсы түсінгенсеңіз, іздесеңіздер, 2 рет. Және бүгінгі сабақтың мақсатына жеттік десеңіздер, 3 рет тартылатайық. Ал 1, 2, 3. Үшінші сатыға жеттіктер, есіп. Ал, бұған толғырыңыздар, сосын мынау жақсы. Сандық технология емес, сандық сырымызда сол парақтарыңызды салып кетіңіздер. Сосын мен үйде оқып, жылап отырып, осыны көрейін. Бүгінгі сабақтың ол. Пікірлеріңізді ойларыңызды. Здравствуй, Нева. Камера түсіріңіз. Бұл сабақ маған өте күшті әсерлер берді. Сіздің сабақтарыңыз маған өте көп әсер Енді бір қыз сөйлесін. Кім сөйлейді? Бір қыз сөйлесін. Сабақ туралы ойыңызды, жалпы пікіріңізді. Не жетіспеді дегендей. Мен де сіздер сағынатын болам. Сабақ қызықты өтуі ол негізгі шарт емес. Сабақтың негізгі мақсаты ол пайдалы болу. Егер қызық болатын болса, бәріміз ойынға барып отыруымыз керек қой, ә? Ал негізінен білімнің мазмұны сол, сіздердің